Жаз айы, күннің ыстығы төбені тесіп өтердей. Сол ыстыққа қарамай басына орамал таққан жасы 17-ге әлі де толмаған жас келіншек 4 метр болатын кілемді жалғыз өзі күннің астында жуып отыр. Енесінің бүгінгі тапсырмасы. Келін болғанына 2 айдың жүзі болды. Анасы мен жеңгесінің қалауымен осы үйге келін болған. Жеңгесінің нағашы әпкесіне келін керек болды. Ол мына талдырмаш сұлу Арай. Жеңгесінің үйіне барып жүргенде болашақ енесінің көзі түскен. 9-шы сыныпта бітірген қыз колледж оқимын деп әке-шешесін қарызға батырып оқып жатқан. Алайда әкесінің жағдайына байланысты жұмыстан босатылып, оқуына ақша төленбей оқудан шығарылатын болды. Бұл жағдайды тиімді пайдаланған жеңгесі Арайды шақырып алып, менің туыс ағам бар, өздері бай тұрады. Анада сол ағамның анасы келгенде сені ұнатып қалыпты. Егер мүмкіндік болса танысып көр. Отбасында таршылық көрмейсің. Оқуының ақшасында төлейді деп жас қыздың басын айналдыра бастады. Бұл әңгімені анасына айтып еді, анасы да қарсы емес. Арайдан кейін де балалары бар дегендей. Былай келінінің әпкесін сырттай байқайды. Жағдайлары жақсы екені байқалып тұратын. Көп ойланбай, анасы да танысып көр. Бәрібір бұл үйден түбі кетесің. Жағдайлары жақсы жан сияқты. Өздері оқытып, диплом алып беретін болса, жақсы жандар болу керек деп жас қызды ойландырып тастады. Оқудан шығып қалса ауылға келеді. Бәрібірде біреу алып қашары сөзсіз. Анау айтқандай сұлу емес, десе де сымбатты мүсіні мен сүйкімділігі бар. Арай медколледж оқып жатқан. Бала кезден арманы медик болу. 11-ші сыныпты бітіріп түскісі келген. Бірақ осы оқуға сонша асыққан қыз әке-шешесін әзер дегенде көндіріп 9 бітіре үлкен қалаға құстай ұшқан еді. Енді міне 2 оттың ортасында қалғандай басы қатып жүр. Оқуынан шыққысы келмейтін қыз жеңгесіне келісетінін айтты. Бай отбасына келін болып, оқуды да оқып, ешкімнен кем болмаймын деген жас қыздың жай ғана қиялы еді. Жеңгесі де келісетінін біліп жүргендей, ертең қалаға барамыз, әдемі көйлегіңді қиып шық деп ескертті. Үйіне келген қыз қобалжып барады. Ертең болашақ жарымен кездеседі. Әрі ол байдың баласы болғандықтан сондай қымбат киім киген кинодағыдай актер сияқты шығар деген оймен ұйқыға әзер жатты. Таңертең тұрғанда жүрегі дүрсілдей, таңға аста батпай, бетін әрлеп, арзан бағадағы әтірін сеуіп, жеңгесі екеуі қалаға жолға шықты. Шаңды бұрқыратқан автобуста қалаға жетіп, жеңгесі екеуі әпкесінің үйіне келе жатты. Әпкесі айтқан, ана қызды үйге әкел, үйді көрсін, қаншалықты жақсы тұратынымызды білсін дегені бар. Зәулім үй қызыл кірпішпен салынған, ауласының өзі үлкен, жеміс жидекке толы. Ауылдағы үйімен салыстырғанда өз үйі тауық қора секілді. Сол тауық қорасында әлде қайда бақытты өмір сүргенін ол кезде білмеді. Болашақ енесі алдынан шығып қарсы алды. Дастарханды жайнатып қойған. Не керектің бәрі бар. Жемей-ақ қарап отырып тойып кетесің. Арай мұндай салтанатты алғаш көріп тұр. Ішінде әлі де таңырқап отыр. Жолым болған деген осы шығар сірә. Мынадай зәулім үйде тұру қандай бақыт. Болашақ енесі, шай ішіңдер кәне. Әй Жәкош, әпкеңе сәлем бер деп дауыстап ұлын шақырғанда Арайдың беті қызарып қобалжи бастады. Сәлем бердік. Артық сөзі жоқ, ұзын бойлы қара торы жігіт келді де қайта кетіп қалды. Көз қиығымен қарап үлгерген қыз бұл жігіт сымбатты көрінді. Шайды ашылып, тәттілерді желініп, әңгімеге көшкен болашақ енесі, келінім болсаң ештеңеден тарықпайсың. Мына үй дүние мүлік сенікі, көрдің ғой үйді. Балам ұялып жүр, өзі ұялшақ, кейінірек таныса жатарсыңдар. Ұмытып барамын, оқуының ақшасын өзім төлеймін. Маған келін бол деп сөзін аяқтады. Онан базарға шықты. Қымбат көйлектер мен әдемі аяқ киімдерді Арайға алып берді. Осыдан кейін байғұс қыздың байлыққа есі ауды.
Ауылға келгенде қалада зәулім үйді ауыз толтыра айтып, тіпті мына өз үйіне мұрнын шүйіре қарады. Екі жақта келіскендей құда түсіп алуға арай қарсы болды. Өйткені өз үйінен қатты ұялды. Өз аяғымен қалаға барып, қасында жеңгесі бар. Зәулім үйге әп-сәтті келін болды. Өкініштісі, жары Арайдың қасына жоламайды, қашып жүргендей. Келін болды. Бастапқыда бәрі ойдағыдай. Күйеу кешке қасына келді, бірақ көп замай жерге құлап, аузынан ақ көпіршік шыға бастады. Қорыққан қыз айқайлағанда енесі жүгіріп келді. Күйеуінің талма аурумен ауыратынын енді түсінді. Бақыттымын деп ерте қуанған жас қыздың денесі әлі де дірілдеген күйде. Стаканмен суық су ішіп қорқынышын басуда. Ол да әсер етпейді. Мұндай көріністі алғаш көріп тұр. Арайдың атасы алтын шығаратын зауытта жұмыс жасайды. Күйеуінің қарындасы бар. 2 баладан соң енесі тумаған. Үлкені Арайдың күйеуі. Бала кезден талма аурумен ауырады. Қанша байлығы болса да емі жоқ. Ауру баланы әр жерге сүйреп жүргенде әкесі басқа қатынды тауып алады. Оны да түсінуге болатын шығар. Еркек деген аты бар дегендей. Бірақ әйелінің барлық жағдайын жасайды. Атасын көп аса көрмейтінін кейіннен білді. Қайын сіңілісі әлде қашан тұрмысқа шыққан 2 баласы бар. Осы уақытқа дейін ұлын әр емханаға сүйреген ана шаршады. Сол үшін де үйіне келін алғысы келді. Немере сүйгісі келді. Бірақ ол болмады. Ауру ұлы Арайдың бөлмесіне кірген сәтте ақ қобалжып есінен танады. Бұл жігіт Арайдан 6 жасқа үлкен. Жас қыздың сүйкімділігіне үйдің әрбір бұрышынан сығалап қарап жүреді. Өзінің талып қалатын ауруынан соңғы кезде намыстанып жүр. Бірақ өзі сондай ұялшақ, әлі де бала сияқты. Жүрегі таза. Кілем жуып отқан Арайдың қасына келіп, көмектесейін бе дейді. Иә деген Арайдың нәзік дауысы күйеуіне ұнайды. Солай 2 жас сөйлесіп араласа бастады. Сырттай қарап тұрған енесі іштей дән риза. Өйткені ұлы осы жасқа келіп ешкіммен араласпаған. Күлем жуып жүрген екеуі су шашып ойнап жүріп, күннің ыстығында байқар емес. Кеш батты. Үйдің тірлігі де бітті. Бөлмесінде жалғыз жататын келіншек күйеуін күтеді. Алайда ол келмейді. Анасының қасында жатады. Солай күндер өтіп жатты. Сабағы басталған Арай құлпырып оқуға барып жүрді. Бұл колледжде күйеу баласы сабақ береді. Бір қызығы, осы күйеу баласы Арайдан 10 жасқа үлкен жеке көлігі бар. Арайды көрген сайын іші бауырына кіріп, жарты жолға дейін жеткізіп салады. Үйдің маңына жетпей тоқтап, Арайка, мені дұрыс түсінші, осы жерден түсіп қалсаң, әйтпесе енем бізді басқаша түсініп қалар. Сөздің астарын түсінген қыз басын изеп көліктен түсіп қалды. Бұл бастамасы еді. Одан кейінгі күндері жас қызды өзіне ынтық ететіндей түрлі сыйлықтар, тәттілер беріп жүрді. Кейде қараған көз қарасы да ерекше. Бұл кездері қайын сіңлісі 3-ші сәбиіне аяғы ауыр. Өз үйінен тамақ іше алмай, жиі осы үйге келіп, анасының тамағын ішіп жүрді. Ол кездері күйеу баласы Арайды мүлде танымайтын жан секілді көзіне де ілмейді. Түнде бөлмесіне жастығын құшақтап, күйеу баласының бүгінгі қылығымен үйге келгендегі ісін салыстырып, көз жасына тұншыға ұйқыға кетеді. Ал колледжге барғанда күйеу баласы басқаша тағы түрленеді. Осылай жүргенде жаңа жылда жақындап, күйеу баласы әдеттегідей, бірақ бұл жолы алтын сақина сыйлады. Сондағы қуанышы көкке сыймай қуанғаны бар. Ал оның өтеуі бар екенін білмеді. Енесі былай қаталдау болып, үй шаруасын жасататыны рас, алайда барлық қалауын жасап отырды. Қымбат киімдермен қалаған заттарын да алып берді. Мереке сайын ауылына жіберіп, құдағайына тәттілердің түр-түрі, әдемі көйлегінде салып жіберетін. Бәрі баласы үшін. Баласы Арай келгелі өмірге құштарлығы оянғандай. Арасында енді қатты қобалжығанда ғана талмасы ұстайтын. Бірақ мына қыз үйге келгелі талма ауруы сирек ұстайды. Күндіз Арай сабақта болғанда сол бөлмеден күйеуі шықпайды. Балаша қуанып, жастықты құшақтап жатады. Арайдың келетін уақытында ол бөлмеден дереу шығып кетеді.
сол бір жаңа жыл сыйлығы бұл қызды құртқаны. Күйеуінен де бағалы сыйлық күткен, бірақ ойы әлі де бала сияқты. Жігіт үлкен қонжық сыйлағанда көңіл күйге түсіп кетті. Бұрынғы Арай мен қазіргі Арай қатты өзгерген. Колледждегі группаластарында менсінбейтін, бәрін өзінен төмен көрді. Өзін леди санаған Арайда бәрі болса да еркектің құшағы жетіспейтін. Оның үстіне азғырып жүрген күйеу баласы бар. Әр күні үйге жеткізіп салған сайын оның құшағында болғанын қалайды. Бауыр басып ғашық болғанына әлде қашан уақыт болды. Ал күйеу баласы әлі жүр. Барлық жылулықты көрсетіп, алайда бірге болатын ұсынысты айтуға асығар емес. Жаңа жылға группаластар отырамыз деп кеш ұйымдастырды. Арай енесіне айтып көрген. Енесі рұқсат беріп, қайтарда күйеу баласы алып қайтатынын айтты. Бұл Арай үшін де, күйеу баласына да жақсы мүмкіндік болды. Сол бір түні екеуі көлікте күнәлі іске барды. Осы бір күнәлі істерді одан кейін де жалғасып жатты. Ал жасырын кездесіп жүргендері Арайға ұнамайды. Арай күйеуінен кез келген уақытта ажыраса салады. Өйткені 18 жасқа әлі де толмаған, заңды некеде жоқ. Күйеу баласына жаным сен де ажырас, бірге тұрайық деп қанша өтінсе де ол келіспейді. Өйткені жасап жүргендері уақытша көңіл көтеру. Енді міне аяғы ауырлап тағы басы қатты. Күйеу баласы қолына ақша ұстатқан. Тез арада баланың көзін құрт, әйтпесе мен сенің көзіңді құртамын деп соңғы рет шығарып салғанда айтқан еді. Бір жыл кездескен Арай мен күйеу баласының арасы енді суып кетті. Ішіне біткен күнәсіз тәбиден құтылу оңай, бірақ қалай ғана адам өлтіремін. Инстаны ақтарып қарасам, түсік тастаудың өзі үлкен қылмыс екенін көріп, мұндай іске қолым бармайды. Ал егер баланы алдыртсам, енем де күйеуім де білмей қалады. Алдыртпасам мені итше талап қуып шығады. Мынадай өмір менде бола ма болмай ма, басым қатып кетті. Осы парақшаны көріп сіздерден кеңес сұрағым келіп отыр. Маған қандай кеңес айтар едіңіздер? Иә, қателік жасап күнә жасадым, бірақ бәрін кеш түсіндім. Күйеу балама сенген едім, о мені әйелдікке алады деп. Ойлағаным қате екен. Әйелін тастап бірге тұрамыз деп бекер қиялданған екенмін.